بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله طاهرين وصحابته أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Құрметті шәкірттер, Шейх Ибн Атаилла Ас-Сакандари радиаллаху анху Тәжл Аруз Әл-Хавили Тәхзифу Нуфус кітабынан сабақты ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі қысқаша тақырыбы мақамука фима ақамак, яғни сенің құның сен айналысып жүрген нәрсенің құнындай. Сенің орның дейді айтқанда. Не нәрсемен әуресін, не нәрсемен әуре болып жатсың, құның сол ғой дейді. Өзің жағдайына қара, хәліне қара. Кейбір кісілер күнәмен әуре, яғни күнәні тастай алмайды. Күнәні тастай алмайды. Нәпсіне берілген, шахуатына берілген, нәпсінің қалауларына қамалған түрме секілді, түрменің ішінде секілді. Оны шайтан басқарады. Оны жамандыққа шақыратын нәпсі басқарады. Міне сенің құның дейді. Не нәрсемен әуре болсан, сол нәрсе дейді. Ести осыш. Енді адам қарау керек. Егерде, неге қарау керек? Өзің жағдайына қара. Егерде сен Алла Тағала Алланың дінімен жүретін болсан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетімен жүретін болсан, міне сенің жолың осы. Сенің құның енді жоғарылайды. Сенің өмірің құнды болады. Сен бағалы болсын. Қараңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болғаннан кейін, Раббысына қайтқаннан кейін өзінің артынан дүние қалдырмады. Дүние қалдырмады. Не қалдырды? Әлім қалдырды. Білім қалдырды. Егерде дүниенің бір қадыры болғанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам іліммен қоса дүниені қалдыратын етші, алайда дүниені қалдырмады. Бәлкім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай айтты: әл-улама урасатул анбия дейді. Ғалымдар пайғамбарлардың мұрагерлері деп айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге Құран мен сүннетті қалдырды. Міне, егерде өмірімізді Құран мен сүннетпен өткізсек,
Құран қандай құнды болғандай, хадис құнды болғандай, өмірімізді де бізді бағалы боламыз, құнды боламыз. Сол үшін әр адам өз-өзіне қарасын, не нәрсемен әуре болып жатыр. Енді бізге сұрақ келуі мүмкін. Енді дүниені табу мүлдем болмай ма деп? Жоқ. Егерде өзінің отбасын асырау үшін қажетті нәрселермен сен уақытын өту, ол құлшылықта болады. Ол құлшылықта болады. Әрине, ниеті дұрыс болса. Өйткені Алла Тағала өзі бұйырады ғой, отбасын асыра, бала шағаны асыра деп ше. Енді қажетті нәрселермен күнделікті өмір сүру үшін дүние деген құрал ғой. Мысалы, құлшылық жасау үшін күш-қуат керек, әртүрлі тағам жеу керек, намаз оқу үшін киім керек дегендей бар ғой. Ол құрал ретінде, дүниені құрал ретінде пайдаланып, құлшылыққа өзінің отбасын асырайтын болса, бұл әлгі мубах нәрсенің сенің шариғатта рұқсат беріледі ғой. Ниетің Алла үшін болса, әлбетте не? Ол құлшылыққа айналады. Бұл жердегі датталғаны дүниеге берілген адамдар бар ғой. Қажеттен тыс артық дүниелері бар. Сол қажеттен тыс дүниесін Алланың жолында сарптамаған, Алла жолында бермеген. Бәлкім сол қажеттен тыс дүниесімен әуре болып, күнәға жұмсаған адамдар жайында айтып тұр бұл жерде. Түсінді ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ад-дуния мал'ун ва ма фиха", дүние Алланың лағнетіне ұшыраған. Тек қана не? Илля зикруллах, тек қана Алланың зікірі. Және соған ұқсас құлшылықтар, ғибадаттар, ғалым, үйренуші кісі осындай құлшылықтарға, ғибадаттарға ілім үйрететін. Және ілім алушыға Алланың лағнеті жетпеген дейді. Алланың лағнеті тимеген дейді. Дұрыс түсіну керек, әлбетте. Дұрыс түсіну керек. Сол үшін елдің, жердің даму үшін әртүрлі жабдықтармен, техникамен, заманға сай техникамен, немесе түрлі елді қорғау үшін құралдарды табу. Ол не? Оның барлығы дін ел үшін қорғау үшін болса, оның барлығы құлшылыққа айналады. Оның бәрі сауапқа айналады. Міне, бұл жердегі тақырып адам күнәға беріледі, нәпсіне ереді. Сол жайында айтып тұр ғой, түсінді ма? Сол үшін Шейх Ибн Атаулла Сакандри былай айтады: "Қиматука қимату ма анта машғулун бихи", сенің құның сен айналысып жүрген нәрсенің құнындай дейді. Егер сен бүкіл уақытыңды, бүкіл өміріңді қажеттен тыс нәрселерге жұмсайтын болсам, артық нәрсеге ше, күнәмен әуре болатын болсан, яғни шахуатын қандырумен, нәпсіні қандырумен өміріңді бос өткізетін болсан, сенің құның дейді. Сол нәрсемен әуре болып жатқан нәрсенің құнындай дейді. Түсінді ма? Фаништағалта бидуния, егер сен дүниемен әуре болып кетсең дейді, Аллаға құлшылық қылмасаң, намаз оқымасаң, Алланы еске алмасаң, фала қимата лак, сен ешбір құның жоқ дейді. Ойлашы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, бүкіл дүние дейді, Алла үшін шыбынның қанатындай құндылық жоқ дейді. Шыбынның қанаты ешқандай құны жоқ нәрсе ғой енді. Болмашы нәрсе ғой,
болмашы нәрсе ғой. Бүкіл дүние шыбының қанатындай дене қадір қасиет жоқ дейді да. Егер де шыбының қанатындай бір ғана қадір қасиеті болғанда, кәпірге бір су жұтым бермес еді дейді. Енді шыбының қанатындай құны жоқ, қадір қасиеті жоқ болған дүниеменше біз әуре болсақ, ол кісінің құны қандай? Ойлай беріңіз да. Ешбір құны жоқ та оның Сол үшін бауырлар, өмірімізді Алла Тағаланың кітабынан, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетінен шығып кетпеу керек шариғаттың шеңберінде болу керек. Сол үшін бір сахаби келеді, Алланың елшісі дейді, маған бір өсиет айтыңызшы дейді. Сізден кейін ешкімнен сұрамайтынды, сонда бір өсиет айтыңыз, сізден кейін ешкімнен сұрамаймын дейді ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, құл аманту билля сумма стақим дейді. Аллаға иман келтірдім деп айт, кейін дінде тұрақты бол дейді. Дінде тұрақты болу дегеніміз қай кезде болсаң да, жексенбі болса да, үйдің ішінде болсаң да, мешітте болсаң да, көшеде болсаң да, Аллаға қарсы келмеу. Аллаға қарсы келмеу, дінде тұрақты болу, Алладан қорқу. Әрдайым Алладан қорқу. Өміріміз шариғаттың шеңберінен шығып кетпеу керек, бауырлар. Алладан қорқу керек Алла мансап берсе, дүние берсе, Алладан қорқ. Алла қиындық берсе, түрлі сынақтар берсе, Алладан қорқ. Сенің дінің өзгермесін, сенің тақуалығың өзгермесін, бір қалыпты бол. Сол үшін сабыр дегеніміз не дейді ғалымдар? Бірінші атақ мансапқа сабыр ету керек дейді. Қалай атақ мансапқа сабыр етесің? Атақ мансап дейді, сені ақиқат жолдан шығарып тастамау керек дейді. Шариғаттың шеңберінен егерде атағын, мансабын, Құран мен сүннетті ұстануға кедергі болатын болса, сен атақты көтере алмадың дейді. Мансапты көтере алмадың сен. Яғни Алла Тағала саған дүние берсе, атақ берсе, сол тақуалың болып қалуы, Алладан қорқуын, әлгі кішіпейілдігің мінезің қалуы, тақуалың қалуы, Алладан қорқуы, харамнан алшақ болуы, түсінді ма? Және нәпсіге ұнамайтын нәрсемен сыналсаң, нәпсіге құлшылықтар нәпсіге ұнамайды. Таңда тұрасың, намаз оқисың, қиын, соған сабыр ету керек. Сабыр ету керек. Хәлел нәрсені іздену керек. Бір жерде жұмыс шығып тұр дейді, бірақ ол хәлел емес, күмәнді нәрсе. Одан сақтану үшін тақуалық керек. Ол да нәпсіге ұнамайды. Құранды жаттау керек, Құран үйрену керек. Ол да нәпсіге ұнамайды. Бұлай айтқанда, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, жәннат нәпсіге ұнамайтын нәрсемен қоршалған. Тозақ нәпсіге ұнайтын нәрсемен қоршалғанда. Және дүниенің сынағына сабыр ету керек. Сенде молшылықта қалай дінде тұрақты болсаң, таршылықта да дәл солай дінде тұрақты бол. Немесе керісінше, таршылықта қалай Алламен бірге дұға қылсан, дәл солай қиыншылықта де Аллаға жалбарын. Дұға ет. Кейде біз өкінішке орай бірақ қиындыққа тап болған уақытта Аллаға жалбарынамыз ғой, дұға етеміз да. Бірақ сол дұғамыз қабыл болса, Алла Тағала молшылық, кеңшілік болса, Алланы ұмытамыз ғой, дұға етпейміз Өзіміз сол мансапқа, дүниеге сүйеніп қалғандай ғой. Сол дүниені сені тозақтың отынан құтқарғандай,
дүниеге сүйенеміз? Жоқ, бауырлар. Жоқ, әр кезде, әр уақытта Аллаға мұқтажбыз. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи дінде тұрақты бол дейді. Түсінді ма? Шейх Ибн Атаулла Сакандри айтады: «Афдалу ма ятлубул абду миналлахи та'ала ан якуна мустақиман ма'аху». Қараш. Пенденің Алладан сұрауы керек болған ең әуелгі нәрсе дейді. Күнделікті сұраған ең әуелгі нәрсе, ең абзал нәрсе Алламен бірге әрдайым тура жолда болу екен ғой. Алламен бірге әрдайым тура жолда болу. Аллахым, маған тура жолда болу нәсіп ет. Аллахым, әрдайым тура жолын талап ет. Өйткені біз намаздың ішінде Қол Аллах Тағала айтады ғой. Намаз не айтамыз күнде? Фатиха сүресінде «Ихдина сиротал мустақим». Аллахым, бізде тура жолға бетте. Бізде тура жолға сал деп айтамыз да. Тура жол деген осы. Дінде тұрақты болуы. Түсінді ма? Дінде тұрақты болуы. Бір кісілерге Алла саған хидаят берсін, тура жол нәсіп етсін десең, ашуланады. Жоқ, ашуланба. Керісінше әмин деп айт. Әмин. Өйткені дінде тұрақты болу оңай емес, бауырлар. Дінде тұрақты болу оңай емес. Мешітте басқасын, көшеде басқасын, группаластардың алдында, сыныптастардың алдында басқасын ше. Дін ол тақуалық. Медреседе қалай болдың, мешітте қалай болдың, дәл солай көшеде, үйінде де солай болды. Дінде тұрақты бол оңай емес, ағайындар. Осы нәрсе күнде. Сол үшін Шейх Ибн Атаулла Сакандри айтады: «Фатлуб минху әл-хидаята уәл-истиқамата». Алладан тура жолды және дінді берік ұстануды сұра дейді. Әрдайым Алладан тура жолмен дінді берік ұстануды сұра дейді. Күнде. Енді тура жол дегеніміз ол хуа ан такуна мааллахи фи кулли халин биллази ярдаху лак дейді. Қараңыз. Тура жолда бекем болу дегеніміз дейді. Тура жолда бекем болу дегеніміз былай екен ғой. Алла разы болатындай барлық жағдайда Алламен болу. Қараңыз. Алла разы болатындай барлық жағдайда, қиындықта да, молшылықта да, кеңшілікте де Алламен бірге болу керек қой. Алламен бірге. Жеңіске жетсең, айт: «Уама тауфиқи илля билля». Бұл жеңіске жетуім тек қана Алланың кеңшілігімен. Қиналсаң да айт: «Альхамдулилля» деп айт. Алла Тағала мені сынады, сол сынақ арқылы мені сынап жатыр, мен күнәларым кешіріліп жатыр деген секілді бар ғой. Бүкіл жағдайда, бүкіл уақытта, барлық жайда Алламен бірге болу керек. Алламен бірге бол. Және не? وَهُوَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله تعالى عليه وَمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه السلام عن الله سبحانه وتعالى дейді. Қараңыз. Ол Алла тарапынан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам алып келген нәрселерге сену және амал ету дейді. Амал қылуда. Түсінді ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи не алып келді Алла тарапынан? Сол нәрсе сену керек және амал ету керек. Болды. Өмірің осы нәрсемен өту керек қой. Өмірің осы нәрсемен өту керек. Бүкіл жағдайда Алла разы болатындай қылып өмірді өткізу керек. Бүкіл жағдайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Алла тарапынан не нәрсені алып келді, соған сеніп амал ету керек.
Және айтады шейх, Мән бәдәле лиллахи сарфал удди сақаху Аллаху сирфал карам дейді. Қараш. Кім Аллаға шынайы махаббатпен арнаса дейді да. Яғни махаббатын арнаса. Кім Аллаға шынайы махаббатын арнаса, яғни Алланы бүкіл нәрседен артық көрсе, Алланың әмірін, бүкіл нәрседен артық көрсе, мынау нәрсе күмәнді ма, одан тыйылады. Өйткені ол Алланы жақсы көреді. Алла Тағала оны бақылап тұр. Және біледі. Алла Тағала оны көріп тұрған біледі. Көріп тұр екен біледі. Алла оны естіп тұр. Алла оны бақылап тұр. Алланы жақсы көреді ол ше. Алланы ол сүйеді. Сол үшін сүйген кісіге адам қарсы келе ма? Анаңызды жақсы көресіз ба? Әкеңізді жақсы көресіз ба? Әйеліңізді жақсы көресіз ба? Балаңызды жақсы көресіз ба? Онда оларға дөрекі сөйлеп, оларға қатты сөйлемейсіз ғой, дұрыс па? Енді сіз Алланы жақсы көрсеңіз, Алланы шынайы жақсы көрсеңіздер, ағайындар, Аллаға қарсы келмейтін едіңіздер. Аллаға қарсы келмейтін едіңіздер. Өйткені күнә, Алла Тағала күнәні жақсы көрмейді. Алла Тағала күнәһар пендені жақсы көрмейді. Алла Тағала тәубе еткен кісіні жақсы көреді. Тәубе еткен. Бір күнәні істесек, ол деген тәубе етсек, Алла Тағала сізді жақсы көреді. Қараңыз, кім Аллаға шынайы махаббатын арнаса дейді да. Түсінді ғой? Алла оған кеңшілікті, құрметті үйіп төгіп береді дейді ғой. Алла Тағала не? Оған кеңшілікті, құрметтілік береді саған ше. Құрметтілік. Өйткені Құран кәрімде Алланың алдында ең құрметтілерін кімдер? Тақуаларың дейді. Тақуалық жасағандарың дейді. Тақуаларың. Алланың алдында ең құрметті кісі кім? Тақуа. Алладан қорыққан. Егер сен Аллаға шынайы махаббатын арнасаң, сен Аллаға қарсы келмейтін едің. Және не? Алла саған құрметтілікті беріп қояды. Ибн Аббас радиаллаху анхумадан сұрайды ғой. Ең текті адам деген кім дейді ғой? Сол уақытта ең текті адам Алладан қорыққан кісі дейді. Түсінді ме? Алладан қорыққан кісі. Сол үшін бұл нәрселерді ұмытпайық. Алланы жақсы көрейік. Алла Тағала бізге бүкіл нәрсені беруші. Жоқтан бар етті бізді. Сізді ата-анаңыз жақсы көретін болса, сіздің бауырларыңыз, сіздің әйелдеріңіз сізді жақсы көретін болса, Алла Тағала сол махаббатты жаратқан Алла Тағала жаратты. Алла Тағала сізді жақсы көргендігі үшін сіздің қасыңыздағыларды сізге деген қамқорлық танытып, сізді адамдар жақсы көрді. Өйткені құдіси хадис бар емес пе? Кімде-кім Алла Тағала бір кісіні жақсы көретін болса, Алла Тағала Жибрил алейхиссалам шақырады екен. Пәлен кісіні жақсы көрдім. Пәлен кісіні мен жақсы көрдім, сен де жақсы көр дейді. Жибрил алейхиссалам бүкіл аспан дүниесінің періштелеріне хабарлайды. Алла Тағала пәлен кісіні жақсы көрді, мен де жақсы көрдім, сендер де жақсы көріңдер дейді. Аспандағы да, одан кейін жердегілер де оны жақсы көре бастайды. Көрдіңіз ба? Міне құрметтілікті. Ол кісі кім десе, ол кісі Алладан қорыққан кісі. Ол кісі кім десең, ол кісі Алланы жақсы көрген кісі. Ол кісі Алланың дінімен жүрген кісі ше. Кімде-кім Алланы жақсы көретін болса,
бүкіл адамдар оны жақсы көре бастайды ше. Көрдіңіздер ма? Сол үшін Алланы жақсы көрейік. Субханакаллахумма бихамдика ашһаду ан ла илаха иллаллах настағфирука ва натубу илейк. Алла разы болсын.